Қорқынышты хабар. 501 бала өлді. Егер осы хабар турысында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, каналымыздың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетуіңізді сұранамыз. Ал онда біз бастадық. Украинадағы соғыс. ЮНИСЕФ қаза тапқан балалардың санын жариялады. Ресейдің Украинаға қарсы басқыншылық әрекеттерінен 501 бала қаза тапты. Бұл туралы ЮНИСЕФ-тің атқарушы директоры Кэтрин Рассел хабарлады. Оның сөзінше, қаза тапқан балалардың нақты саны әлі қайда көп болуы мүмкін. Нақты көрсеткіш әлде қандай жоғары болуы мүмкін және зардап шеккен отбасылар үшін қазаның ауырлығын елестетудің мүмкін емес. Бұл Украинаның балдары менен отбасылар үшін тағы бір қайғылы кезең деп атап өтті Кэтрин Рассел. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.